Алла тағалаға тиіс болған сипаттардың бірден бірі әл-вуджуд сипаты, яғни бар болу. Бар болу сипаты Алла тағалаға уәжіп, яғни міндетті түрде болу керек деген білдіреді. Әл-вуджуд сипатының мағынасы Алла тағаланың бар екендігіне қосымша бір дәлел келтірместен оның бар болуы дегенді меңзейді. Алла маужуд дегендегі бар деген сөз Алла тағаланың сипаты. Сондықтан бар болу сипаты өзіндік сипат. Оны басқа сипаттармен шатастыруға немесе басқа сипаттармен теңестіруге келмейді. Алла тағала Құран кәрімде «Міне, бұл сипаттарға ие болған Раббыларың Алла, одан басқа ешбір тәңір жоқ. Ол барлық нәрсені жаратушы, ендеше оған құлшылық қылыңдар» делінеді. Ан'ам сүресі 102 аят. Тағы бір аятта сондай-ақ әр нәрсені жаратып, оның өлшеуін белгіледі деп келтіріледі. Фурқан сүресі 2 аят. Сондай-ақ Құран кәрімде Алла тағала былай дейді: «Ал егер олардан көктер мен жаңбыр жаудырап, онымен жерді өлімнен кейін жандандырған кім деп сұрасаң, әлбетте Алла дейді. Мұхаммед, барлық мақтау Аллаға лайық де, бірақ олардың көбі түсінбейді» деп келеді. Алла тағала бастапқыда бар болған, оның басталуы жоқ және де аяқталуы жоқ. Алла тағала бар болған, қазір бар және болады. Оны бір уақыт өлшемімен өлшеу дұрыс емес. Алла тағала барлық жаратылысты жоқтан бар етіп жаратты. Ал Алла тағала өзі ол бар болды және бар болады да. Сондықтан Алла тағалаға жоқ болу деген ұғым әсте келмейді және олай айту дұрыс емес.